Абай және патшалық Ресей заңы. Абай өз заманында патшалық Ресей заңына қарсы болған. Ол 1885 жылы Семейдің Қарамола деген жерінде өткен билер съезінде орыс заңының қазақ арасындағы дауды шешуге жарамайтынын айтады. Әрхам Кәкітайұлының естелігінде Абай сол кезде патша ұлықтарының степное положение заңымен бұрынғы қазақ салт санасының қарама қайшылығын атап көрсетеді. Сонда Жандарал Абайдан жаңа заң жобасын жазып беруді сұрайды. Қарамола ережесі. Абай құрылтай уақытында дала заңын негізге ала отырып, соны сұрыптап 92 баптан тұратын ереже әзірлейді. Кейбір деректерде бап тізімі 100-ден асатынын айтылады. Ақын оны 3-4 күн ішінде дайындап шығады. Бұл әдетте Қарамола ережесі немесе билер ережесі деп аталады. Бұл ереженің 1886 жылы Қазан университетінің баспаханасында араб әріптерімен басылып шығарылған мұқият түптелген шағын кітапша түріндегі бір данасын белгілі жазушы Ғабит Мүсірепов ғұмырының соңғы кезінде Қазақстан орталық мемлекеттік архивіне табыс еткен. Құжатпен бірге белгілі қаламгер Сапар Байжановқа төмендегідей хат жолдайды. Сапар 1885 жылы Қарамолада 5 дуанның съезінде қабылданған ережені беріп жібердім. Ескіше білетін біреуге түгел жаңа алфавитпен көшіртіп аларсың да бастырып шығарсың. Ереже әуелі орысша басылған. Қазан университетінің архивінен сол түпнұсқасын да алдырғаның дұрыс болар. Бұл өте мағыналы нәрсе ғой. Екі тілде де басылып шыққаны үлкен еңбек болар еді. Басқа көршілес бауырларымызда бұндай заң қабылданбаған ғой, деп жазылған. Құрылтайда ереженің 73 бабы мақұлданып қабылданған. Бұл кезде Абай небәрі 40 жаста болатын. Әйел бостандығы мен теңдігін тұсау салатын ескі дәстүрді сынаған Абай өзі тізбелеген ережеде де бұл тақырыпты шет қалдырмайды. Заңның кейбір баптарында қазақ әйелінің теңдігіне қатысты жолдар бар. Ғалым Әуелбек Қоңыратбаев Абай әдет ғұрып мәселесін заманға лайықтап, халық пайдасына шешті. Кем-кетіктің әсіресе әйел правасын жақтады дейді. Қарамола ережесіндегі әйел құқығына қатысты баптар. 46 бап. Егер қалыңдығы өліп қалып, балдызы жезесіне бармаймын десе, алған қалың малын қыз әкесі күйеуіне қайтарады. 47 бап. Байы өлген жесір қатын сүйсе, байының бір туысқан бауырына яки ағайынына тиеді, егерде сүймесе, ықтияры өзінде. 41 бап. Қазақ рәсімі бойынша күйеуден әйелді айыруға болады. Күйеуі белгісіз болса, яки астының жазылмас ауру болса. Мұндай науқастары болмаса, күйеуінің ықтияры бойынша шығады. Қалыңдықпен күйеуін айыруға мүмкін болады. Күйеу қыздан 25 жас үлкен болса, яки бір мүшесі кем болса, яғни қыз күйеуден 9 жас үлкен болса, тағы да күйеу кедей болып, қалыңға мал бере алмаса, яки төзе алмастай ұры болса, тағы да сенімсіз жамандығы халыққа әшкере болып, өз басынан ықтияры кеткен болса, қазақ рәсімінше ері әйелді һәм қалыңдықпен күйеуден айыруға басқа себеп жоқ. 29 бап. Балиғатқа толмаған қызды зорласа, айыпқа лайықты қалың малының 3 бөлігінің 1 бөлігін береді. Балиғатқа толған қызды зорласа, ат шапаннан түйе бастатқан 9-ға дейін айып береді. Ал күйеудегі әйелді зорлағанға 1-9-дан 3-9-ға дейін. Ойнас қылған еркек әйелге де дүре соғылсын, айып жоқ. Мұндай істер тексеріледі. Егер әйелдің күйеуі яки әйелдің өзі яки туысқаны, әке-шешесі арызданса, осы баптың басында жазған 2 дауды съезд билері бітіреді. 30 бап.
Күйеуі бар әйелді біреу алып қашса яки өзі қашса, ойнасымен бірге ондай әйел өз елінің съезд билеріне тура қайтарылады. Билер әйел мен күйеуін жарастырады, егер күйеуі әйелдің өзін алса. Ал алып қашушы жігіттен 1,9-дан 3,9-ға дейін айып салынады. Егер күйеуі әйелін алмаймын десе, әйел ойнасында қалады, бірақ алып қашушы әйелдің күйеуі төлеген толық қалың малын қайтарып береді. Әйел мөрден құр қалады. 42-ші бап. Барша жесір турасындағы даулар некелілердің арасында күйеуінің елінде бітіседі. 43-ші бап. Егер күйеуі қалың малын төлеп бітірмей тұрып, қалыңдығын алып қашса, қалған малын беріп, һәм қайын атасына келіп кеңшілік сұрауға тиісті. Егер күйеуі қалың малын төлеп бітіргеннен кейін қалыңдығын алып қашса, һәм әке-шешесі қызын себепсіз бермей, көп ұстап тұрған болса, алып қашқан күйеу айыпсыз һәм жасау сұрауға рұқсат. Егер қыздың әке-шешесі той жабдығымен ұзатуын лайықты жақсы қылып жөнелтемін деп кешіктірген себебі болса, күйеу айыпты болады, қайын атасын ұятты қылған себепті. Әрдайым мұндай жесір даулар зиян көрген жағынан арыз бойынша түседі. 44-ші бап. Ұзатқан қыз барған жеріне бала таппай өлсе, төркініне мінген атын, үйір-тұрманын артқан бір түйе сәукелесімен қайтарылады. 45-ші бап. Егер қалыңдығы өліп қалып, балдызы жездесіне бармаймын десе, алған қалың малын қыз әкесі күйеуіне қайтарып береді. 49-ші бап. Құдалық уағдасы бекітіледі. Құда түсіп, құйрық бауыр жегеннен кейін. Абай жазған ереженің кейбір баптары қазірде маңызын жоймаған, заманауи құқықтық құжаттармен үндесіп жатыр. Оған мына баптар дәлел болады. 21-ші бап. Жалған күмән еткен адамға айып салынады. 26-ші бап. Ойланып жүріп өлтірілген ердің құны 100 түйе болады. 53-ші бап. Қызметтегі адамдардың үстінен жала қылғандар билердің билігі бойынша 28 күнге дейін абақтыға кіріптары болады.